Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ үлпілдек болып шығатын пончик жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Пончиктің ортасы осындай болып шығады, өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қараңыздар. YouTube арнамда түрлі рецепттер әрдайым шығып тұрады, сондықтан арнама тіркеліп, бірден қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне қантымызды және құрғақ аштығымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Електен өткізілген ұнымызды бірден қосып, үстіне тұзымызды салып, араластырып жібереміз. Барлығын лопатканың көмегімен араластырамыз. Кейін қолымыздың көмегімен бір келкі қамыр етіп илейміз. Иленген қамырымызды осылай жайып алып, жұмсақ сары майды ортасына салып, толықтай майды сіңдіріп шығатын боламыз. Майды осылай қамырға араластыру барысында бірікпейтін секілді болып сізге көрінуі мүмкін, бірақ әбден иін қандырған сәтте барлығы майын өзінің бойына сіңіріп, осындай бір келкі қамыр болып шығады. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 15 минут тындырамыз. 15 минут осылай көтеріліп тынған қамырымыздың үстінен басып, 8 бөлікке бөліп, дөңгелек формасына келтіреміз. Барлық қамырларымызды осылай дөңгелетіп алып, бетін салафанмен жауып, 10 минутқа қоя тұрамыз. 10 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз көтеріледі. Көтерілген қамырмен жұмыс жасауға кірісеміз. Үстелімізге ұн сеуіп, қамырдың бетіне де кішкене ұн себеміз. Және кондитерлік шпательдің көмегімен үстінен шамалы басатын боламыз. Егер сізде бұндай шпатель болмаса, басқа дүниені қолдансаңыз болады. Осылай ортасын кондитерлік насатканың көмегімен кесіп алатын боламыз. Егер сізде болмаса, қиындатпаймыз, басқа бір қақпақпен болса да кесіп алсаңыз болады. Дайын болған қамырымызды осындай пергамент қағазына қоятын боламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай жасап шығатын боламыз. Яғни, оқтаудың көмегіне жүгінбейміз, тек қана осылай бір басып, ортасын кесіп, пергамент қағазына орналастырамыз.
Дайын болған пончиктеріміздің бетін жауып 40 минут көтерілуге қоя тұрамыз. 40 минут өткеннен кейін біздің осылай пончиктер көтеріледі. Оған дейін майымызды қыздырамыз. Майымыз қызған сәтте бірден салып, екі жақ бетінен қызартып алатын боламыз. Алғашында мен майдың қызу температурасын байқау үшін бір-бірлеп екі-екіден пісірген болатынмын. Егер сіз майыңыздың қатты қызып кетпегеніне, орташа отта тұрғандығына сенімді болсаңыз, бірден 3-4 данадан пісіре берсеңіз болады. Ең ескеретін нәрсе оттың өте қатты болмауы, яғни орташа отта пісіретін боламыз. Барлық пончиктерімізді дәл осылай пісіріп аламыз. Екі жақ беті де қызарған пончиктерімізді артық майын сіңіріп алу үшін қағаз майлыққа түсіретін боламыз. Міне біздің пончиктеріміз дайын болды. Дәл осылай бетіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыз болады, немесе шоколадты глазурмен әсемдесеңіз де болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай, фантазияңызға қарай әрлесеңіз болады. Пончиктің ортасы осындай болып шығады. Өте нәзік, жұмсақ, үлпілдек. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.